Саламатсыздар ма пайдаларына көрермендері, бүгінгі видеомызда аяқ киімдегі жағымсыз иісті кетіру әдісін ұсынатын боламын. Видеомыз басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Күнделікті жаңа видеолар ұсынатын боламын, видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Көбінесе сапасы нашар аяқ киімдерінен иіс шығып жатады. Сіздерге аяқ киімнің жағымсыз иісін кетіру әдісін ұсынбақшымын. Бізге керекті заттар: сірке суы, цитрусты жеміс қабығы, лимон, мандарин немесе апельсин және де губка. Губкаға сірке суын тамызамыз. Осы губкамен аяқ киім ішін сүртіп, далаға 1 сағатқа қойып қойыңыз. Уақыт өткеннен кейін цитрусты жемістің қабығын салып, 1 күнге қойып қоясыздар. Сіздерге осындай қарапайым кеңес: сіздер қалай кетіресіздер? Комментарийға жаза кетіңіздер. Пайдалы арна каналы лайфхактармен, пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Және де қыз-келіншектерге, жүкті әйелдерге, жас аналарға және де балаларға осы жерден ем таба аласыздар. Осы жерден өздеріңізге қажетті видеоларды тамашалай отырыңыздар. Сіздермен күнделікті жаңа видеолар